Армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін біз тағы да кезекті видеомызды бастаймыз. Өткен видеода Шыңғысханның негізгі заңы яса туралы айтқан едік. Енді бүгін Шыңғысханның өз ойлары, көрген білгендері, өмірден түйгендері жазылған арнайы кітап «Білік» жайлы айтатын боламыз. Енді білік деген сөздің өзі бәріңізге түсінікті шығар. Бұл түркінің сөзі. Білік деген білім, ақыл ой, хикмет деген мағына береді. Бұл Махмұд Қашқари бабамыздың сөздігінде бар. Онда жазылған білік деген сөз. Яғни Шыңғысхан өзінің өмірден түйген ойларымен жаңа көрген білгендерін осы арнайы кітапқа жаздырып, оны білік деп атаған екен. Енді осы білікте ол көптеген осында өзінің ойларын жаздырған. Соның біразын айтып берейін сіздерге. Ол айтады: бірде дейді, мен жол жүріп келе жатыр едім, жалғыз өзім. Алдымнан 6 салтатты мұздай қаруланған адамдар кездесіп қалды дейді. Олар маған қарай тұра ұмтылды дейді. Содан кейін мен де оларға қарай ұмтылдым дейді. Олар солай маған шауып келе жатып, садақтарымен оқ жаудырды дейді. Атқан оқтар мен жан жағымнан зуылдап өтіп жатты дейді, бірақ ешқайсысы да маған дарымады дейді. Содан кейін жақындап келіп қылыштасып кеткен кезде мен оларды біртіндеп жайратып салдым дейді. Яғни алтауын да аттан түсірдім. Солай ары қарай мен өз жолыммен жүріп кеттім дейді. Содан баратын жеріме барып қайтар жолда мен сол жолмен тағы жүрдім дейді. Сол келе жатсам, баяғы 6 адам жайрап жатыр екен дейді. Қастарында 6 ат жайылып жүр екен. Содан кейін мен сол 6 атты алдыма салып, ол жағып айдап кеттім дейді. Енді бұл жерде ол айтайын деп тұрған ойы сол жаңағы қанша қиын жағдайда да жаңа тәуекелге бел байлап, тәуекел түбі жел қайық дейді ғой, өтесің де кетесің деген сияқты тәуекелге бел бууды айтып отырған сияқты бұл жерінде. Одан кейін тағы бір айтатыны бар, ол мына ішімдік жайлы. Ішімдік ішкен адам ештеңені көрмейтін соқыр, ештеңені естімейтін керең, ешкіммен сөйлесе алмайтын мылқауға айналады дейді. Ал енді шарап ішкен нояндар дейді, ол өзінің міндеттерін дұрыс атқара алмайды, қол астындағы адамдарды дұрыс басқара алмайды. Сондықтан бұл шарап ішуді лажы амал болса қысқарту керек дейді. Егер тіптен ішкілерің кеп бара жатса, айына 3 рет ішіңдер, ал егер 2 рет ішсеңдер, ол жақсы. Ал бір-ақ рет ішсеңдер, ол өте жақсы, мақтауға тұрарлық. Егер мүлде ішпейтін болса, ол тіптен жақсы дейді. Бірақ ондай адамды қайдан табасың дейді. Егер ондай адам болса, ол құрметке лайық дейді. Тағы бір жерінде айтады, сол заманда бір Есенбай деген өте мықты баһадүр болған екен. Ол сол жайлы айтады. Бұл қазіргі кезде дейді, мына Есенбайға жететін баһадүр жоқ дейді. Ол кісі сондай мықты, бірнеше күндеп аштыққа, шөлге төзіп жүре береді дейді. Бірақ дейді, Есенбайға мен әскер басқаруға бермеймін дейді. Өйткені әскер басқаратын адам соңында еріп жүрген әскерінің қай кезде шаршағанын, қай кезде ашыққанын, шөлдегенін, аттарының болдырғанын бәрін біліп отыру керек дейді. Егер оны білмесе, ол әскер басқара алмайды дейді. Ал егер мен Есенбайға әскер беретін болсам, ол бәрін өзі сияқты көреді дағы, ол әскерді шаршатып, болдырып алуы мүмкін, тоздырып алуы мүмкін. Мен сондықтан Есенбайға әскер басқаруға бермеймін дейді, әскер басқаруды.
тағы бір жерінде айтады, Бедүгін деген дүрмен руынан шыққан бір ноян болған. Бедүгін өте мінез шадыр, оған мен еш уақытта әскер бермеймін. Одан да оны Құбылай, Барлас руынан шыққан Құбылай ноянның қасында сол екеуі бір мыңдықты басқарсын деп солай айтқан жерлері бар. Енді бұны Шыңғысханның бұндай ойлары айтқан сол білігінде көптеген мысалдар келтірген. Оның бәрін айтып жатуға қазір уақыт тығыз. Ол тіптен видеоны созып жібереді. Оны арнайы кітаптардан оқып алсаңыздар болады. Енді бұл білік деген кітап сол замандарда ұйғыр жазуымен жазылған кітап болған. Ол кітап жаңағы барлық ханзадалардың, белгілі ханзадалардың ордаларында сақталуы болатын болған. Содан кейін мынау хан тағына отырар кезде хан тағына үміткер ханзада осы біліктерді жатқа айтуға міндетті болған. Ол жайлы мына Рашид ад-Дин Жамиғ ат-Таурихта айтады. Мына Құбылай қаған жаңағы 1294 жылы қайтыс болған кезде сол Құбылайдың орнына оның жаңағы немерелері ұсынылады. Ол жаңағы Құбылайдың үлкен ұлы Жеңкеннің ұлдары болатын. Сол Жеңкеннің негізі 3 ұлы болған: Қамбала, Дармабала, Темір деген. Ол кезде жаңағы Дармабала деген баласы қайтыс болып кеткендағы Қамбала мен Темір екеуі қалған. Осы екеуін жаңағы Құбылайдың орнына қағандық таққа ұстады ғой. Сонда осы білікті қайсысы жақсы айтып шығады деп жаңағы білікті сұрайды, айтқызады. Сонда Қамбала деген баласы шамалы кекештеу еді дейді. Ол жаңағы дұрыс айта алмады дейді. Ал Темір деген баласы жаңағы бұл жақсы болып айтып шықты да, біліктің бәрінің сондай жатқа айтып шықты. Сондықтан хан тағына лайықты Темір деп жаңағы танып, содай Құбылай қағанның орнына, қаған тағына осы Темірді отырғызды дейді. Ол Темір жаңағы Құбылайдың Жеңкен деген баласының ең кенже ұлы болған. Ол сол Юань династиясының екінші қағаны. Яғни Құбылай, атасы Құбылайдан кейін император, сол кездегі Юань императоры болған ғой. Сол таққа отырған Темір. Ал енді Темір бұл жаңағы Жеңкендің баласы, оның анасы Көкешін қатын деген Қоңырат тайпасының қызы болған. Ол кезде сол Қоңыраттардан шыққан жаңағы ханшалар өте көп болған. Оның жаңағы Құбылайдың өзінің ең сүйікті әйелі Шәбен де Қоңыраттың қызы болған. Осылайша Темір осы білікті жатқа айтқанының жаңағы нәтижесінде ол қаған тағына отырды дейді. Осы бүгінгі айтатынымыз осы білік деп айтылатын Шыңғысханның ойлары, өсиеті жазылған кітап. Ал енді ол жаңағы айтқанымыздай біздің заманымызға дейін білік деген кітап жетпеген. Ол енді кім біледі, әлі күнге де оның нұсқасы табылып қалуы да мүмкін. Ол Юань династиясы кезінде Қытайдың архивтерінде сақталып қалуы да мүмкін. Мүмкін ол келешекте әлі табылар. Енді бүгінгі айтпағымыз осы. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Әлі бұдан да қызықты оқиғалар баяндайтын боламыз. Сау болыңыздар.